Қайырлы күн достар, бүгін біз дайын қатпарлы қамырдан ең тез дайындалатын өте дәмді Наполеон торт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұған кез келген крем бола береді. Алдымен крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 литр сүт керек. Үстіне қант саламыз және де 1 қасық ванильді қант қосамыз. Содан соң басқа ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне ұн салып біркелкі болғанша жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Міне біздің жұмыртқалы массамыз осылай біркелкі болу керек. Сүтті баяу отқа қоямыз да қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне аз-аздан жұмыртқалы массамызды құйып отырамыз. Міндетті түрде араластырып тұру керек, болмаса асты жабысып қалады. Біздің крем осылай видеода көрсетілгенде қоюланады. Сол кезде отты өшіреміз. Енді кремнің үстіне сары майды саламыз. Сары май ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне біздің крем дайын болды. Енді осылай бетіне пищевая пленка жауып қоямыз. Енді қамырын пісіреміз. Бізге осындай 1 килограммдық қатпарлы қамыр керек. Және де бұл қамырды кішкене жұқартып оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Болмаса мен сияқты осылай кішкене 4 бұрышты бөліктерге бөліп, қызып тұрған пешке 200 градусқа 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай әдемі болып көтеріліп піседі. Содан соң осылай ортасын ашып бөліп шығамыз. Және де кішкене бөлігін алып қаламыз, ол кейінірек бетіне керек болады. Негізі осы Наполеон тортқа кез келген крем болады. Мысалы қаймақты крем, болмаса қоюлатылған сүттен де крем дайындасаңыздар болады. Болмаса осы крем, маған осы креммен жасаған өте қатты ұнайды. Енді дайын қамырымызды осы кремнің үстіне 2 бөліп саламыз, және де жақсылап араластырамыз. Содан соң тортымызды осындай бисквит пісіруге арналған формаға салып дайындаймыз. Диаметрі 20-22 см болады, менде 20 см-лік. Енді торттың бетін осылай тегістеп аламыз да, бетін жауып, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің торт 3 сағаттай тұрды. Енді бағанағы алып қалған қатпарлы қамырымызды үгітіп аламыз да, осылай торттың бетіне және де жан жағына сеуіп шығамыз. Міне біздің дайын қатпарлы қамырдан дайындалған Наполеон тортымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Дәмі де маған қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де достар осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар.